Ассалямағалейкум, сәлем баршаңызға. Мен бүгін қазіргі таңда балалардың арасынан өте кең таралып жатқан аурудың бір түрі дисплазия туралы айтатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Безектегеннің көкесі бала ауырғанда болады. Айтуға тілі, сөйлеуге үні жоқ, бесіктегі баланың ауырған жерін білмей дал болу әрбір ата-анаға таныс жағдай. Осындайда бала ауырмаса екен дейміз. Ал ақиқатында дені сау бала туылу үшін ең алдымен анасы өз денсаулығына бей-жай қарамауы тиіс. Балалардың жамбас буынының дисплазиясы дегенді естіп жүрген шығарсыз. Аурудың жақсышы жоқ деген. Өкінішке орай, соңғы жылдары осы ауру жаңа туған нәрестелерде арасында дендеп кеткен. Бізде дүние есігін ашқан сәбиді бесікке бөлеу дәстүрі қалыптасып кеткен. Мамандар жамбас ұшығы тайған балаларды бөлемеу керек дегенді айтады. Батыс мәдениетінде мұндай жоқ. Туған баланың қол аяғын созып, өзінің еркіне жібереді. Олардың қимыл әрекеттерін шектемейді. Оларды отырғызып, денесін бос ұстайды. Аяғы бүгілу және жазу жағдайында болады. Сонда ғана баланың аурушаңдығы төмен болады. Сарапшылар статистикасына сүйенсек, өткен ғасырларда аурудың бұл түрі мыңның ішінде 3-4 ғана балада кездессе, бүгінде ол көрсеткіш әлде қайда жоғарылаған. Туабітті дисплазия дертіне келер болсақ, ұршығы шығып кеткен және екінші дисплазия деген бар. Дисплазия деген ол ұршықтың басы кальций жетіспеушілігіне байланысты бос болып дамымай тұрады. Негізінде мұны емдеудің сан түрі бар. Мәселен, баланың аяғына шина, бандаж кигізеді немесе массаж жасайды. Жалпы неғұрлым ерте анықтаса, соғұрлым тез сауығуға мүмкіндік мол. Бала перзентханада дүниеге келген сәтте балада дисплазия бар ма, жоқ па оны дәрігер анықтайды. Десе де, ата-аналар бала 1 айға толған кезде хирургқа барғанда міндетті түрде аяғын тексертіп алуы керек. Жамбас буынының туабітті пайда болуы тірек қимыл аппараттарының туа болатын ақаулардың ішінде ең жиі ұшырасатыны. Және ол жамбас ойығының, сан сүйегінің, бұлшық еттер мен байламалардың жетілмеу салдарынан туындайтын ақау. Оның кездесу жиілігі жаңа туған әрбір 1000 нәрестенің 3/8-інде болады. Ал жамбас буынының дисплазиясы, яғни кемтарлығы, одан да жиі кездеседі. 1000 нәрестеге 16 бала. Дәрігерлер қыз балаларда ұлдарға қарағанда жамбас буынының туабітті пайда болуы 5 есе жиі кездеседі дейді. Бұл аурудың себептері әлі күнге дейін анықталмаған. Көптеген зерттеушілер жамбас сан буынының туабітті шығуының себептеріне жатырдың жарақаттануын, ұрық маны суының аз болуын, ұрықтың ана құрсағында дұрыс жатпауы мен аз қозғалуын, тұқым қуалаушылықты, жүкті әйелдің эндокриндік бездерінің қызметтерінің бұзылуын, жүкті әйелге витаминдердің, гормондардың жетіспеушілігін, жүрек қан ауруын, бүйрек ауруын, жүктіліктің токсикозбен өтуін, белоктың тұз алмасуының жүкті әйелдерде бұзылатындығынан және қоршаған ортадан зиянды әсерлерін жатқызады. Баланың денсаулығына күтіммен қарап, үнемі үздіксіз дәрігерге қаратып тұрудың ешқандай зияны жоқ. Өйткені кейбір сүйек ауруларын емдеуді кешеуілдетудің артық қиындыққа келіп соғады. Расында бала бұл аурудың белгілері бар екендігін қалай анықтауға болады? Қараңыз, егер дені сау сәбидің екі тізесі,
бірдей тегіс жазықтыққа дейін жетуі керек. Бұтының ашылмауы айқын болса, онда жамбас буынын шығып кеткен деген сөзі. Нәрестені сан және бөкседегі тері қыртыстарының бір деңгейде орналаспаса, нәресте аяқтары қысқарып тұрса, жамбас буыны шыққан жағында саны, балтыры сыртқа қарай қисайып тұрса, демек, баланы тез арада дәрігер ортопедке көрсету қажет. Бұрынғыны қозғамасақ та, тағы болмайды. Қазақ ұлы халық екенін сөз арасына қосудың реті келіп тұр. Бесіктен тұрған соң бұрын әжелер баланы сылап сипап, аяқ қолын тартып отыратын болған. Бүгін сол жас аналардың санасынан сөніп бара жатыр ма дейсің. Ілуде біреу болмаса баланың қол аяғын тартқылап отырғандар қатары өте сирек. Бұрынғылар біліп істеген дүниені қазіргілер құлағына іліп істесе жақсырақ болар еді. Менімен бірге соңына болғандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, саусақтарыңызды кішкене пет-пет қимылдатсаңыздар, ешқандай да денсаулықтарыңызға зиян келмейді. Сіздермен бірге болған мен Гүлназ.